Түн болды, ұйықтау керек еді. Ана жерден жаңа көршіні көріп тұрмын. Соны ұрлау керек еді. Кеттім ал. Дайындалып алайын. Так, маған лопата керек. Оны ұрлау үшін. Ол мені біле ме екен? Ол сияқты тұратын да? Или ол көрмей кетті ме? Так, көршінің ұрлаймыз. Көрші ұйықтап жатса екен. Так, көрші ұйықтап жатыр ма? Так, қазір барып көрейік. Ташлайық. Так. Көрші ұйықтап жатыр екен. Ақырындап. Мынау қандай қылыш? Осыны алып алу керек. Алтындар. Тез көрші оянбай тұрып. Енді кеттік. Есте алып кетейік. Так, ура, ұрла кеттім. Көп алмас пен алтындар. Және де қылыш. Так, енді үйіме барып осының бәрін тығып қою керек. Осы қылыш ең күшті қылыш қой деймін. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Тез өзімнің комнатама алып қоюым керек. Так. Охо-хо-хо. Ахахаха. Енді ұйықтайын. Ойбай, қамалып тұр. Түнде бір нәрсе дауысы естіген сияқты болдым да, ладно. Дарал кіріп басым арқама ауырып тұр. Заттарым қайда мен? Заттарым қайда? Мен көршім қайда? Ол менің әкемнен қалған керек зат еді ғой. Не істеймін енді? Жарайды, пока что я пока не тұрайын. Бұл мүмкін емес. Жақсы оқыным ғой. Несін деп алайын. Әйтсе ауыртып басым айналып тұр. Еще заттарын бәрін ұрып кетті. Қайтем мен? Міне көркінің үстіне отырдым. Вдруг, ладно, табармын бір нәрсе. Үйде бір үлкен есігінің артын таба алмайсың. Не жаңа бір есік ашық тұрды. Орда жүр мен. Мен жаңа көршімсе келген сияқты ғой. Барып хал сұрап келу керек. Дос болайын как раз көршімен. Менің заттарым бәрі қайда кеткен? Сол туралы теманы бастамасам бір, ладно. Көршіге барып келейінші бір. Ойбай, көрші қолдағын есіктің сыртына естіп отыр. Сәлеметсіз бе? Мен сіздің жаңа көршіңіз едім, дос болсақ бола ма? Анау үйде тұрады. Жарайды, дос болайық. Кіріңіз. Ойбай, не оржаңыз, жарайды, көрші бүттіл екен. Еңіз күшті екен көрші. Қандай комната? Не болды көрші? Жүріңіз, екінші. Не болды көрші? Көре салайын, не болыпты? Жарайды, кіре беріңіз. Жарайды, кірмейін, жарайды, көрші. Просто ол мен бұрынғы қайтыс болып кеткен әйелімнің жататын жері еді. Кірмей қойын. Вдруг сол әйел сияқты өліп қалсам. Жүріңіз, шығыңыз.
қойыңыз. Ол жерге бармай қойыңызшы. Неге? Болмайды. Мына жаққа ма? Жоқ. Неғып көрші? Ол Бұл жерге. ванной ғой обычный. Мына жерге. Жоқ. Кірмеңіз. Неге көрші? Өтінем, ол менің спальням. Спальниңіз болса, не жай спальниңіз көрейін. Сіз сияқты дизайн жасайын деп жатқан шығар, может. Үйіңіз әдемі екен өзі, күшті, прям. Шығыңыз, кетіңізші барып. Жарайды, просто көрейінші. Ну, не көрші? Бұл жай қылыш қой. Әкемнің аты жазылған қылыш еді. Таңертең мен бір заттарын жоғалтып алып едім. Ұрлап кеткен. Ой, ол мен емес қой, Сіз точно ма көрші? Мен просто әкем жазуын ұқсайды ма? Ой, кешіріңіз. Мен жаңадан келдім. Мен вообще зат ұрламаймын, жақсы адаммын. Точно ма көршімнен мен затым ұқсайды ғой? Шын айтамын, мен вообще зат ұрлаған жоқпын. Ешкімнен зат ұрламаймын. Жақсы болыпты, жарайды көрші. Көреміз. Не дейсіз? Тіктелемін. Бара беріңіз. Неғып сен бұғардың, жарайды. Сау болыңыз көрші. Келесі кездескенше. Ойбай. Сау болыңыз. Кішкене бір түрлі болманы көрші ше. Мені ұрып салды ғой тура. Мал екен көрші. Мендер бұл көршіні ақырын үйіне кіріп ап, өйткені бұл қылыш мен әкемнен қалған жазу сияқты. Оны тексеру үшін мен қылышты қолыма алу керекпін. Өйткені мен қылышты алып қана оны мен қылышымда білуге болады. Жақсы болыпты. Орната салайық кішкене. Орнатылса кішкене күшік жағады. Көтерін алайын. Кішкене жату керек ете басым ауырып кетті. Мен білгенімше мына көрші мені бір нәрсе скрывать етіп жатыр. Бұл точно ше. Мен тынықтырып алайыншы құрсын. Бұл күнім жаман радиода орнатсақ. Так. Не істесем болады екен. Не бар еді? Мынау сундукта, достар, не бар екен білесіздер ме? Мынау сундукта невидимый зельясы бар. Мен бұл зельямен көрші мені алдап жатырмын, біле аламын. Қазір ақырын барып, көрші мені алдай ма білейік. Мен бұны ішіп ап, көрші может жанында ұйықтап қалған шығар. Өйткені мен ашқаннан кейін бірақ ояндау. Мысалы, менде егер мен біреу кетсе, мен ұйықтап қалушы едім, иә, достар, дұрыс айтамын ғой. Қазір барам да көршіні бәріп еткелем. Көреді потом менен. Өйткені анау қылыш мен сияқты тура. Еще көрші өзі дұрыс сөйлемей қойды. Қазір барып көркелейін ақырындап барып. Көрші может ұйықтап жатыр. Так, қазір кішкене мына жақты қолданайын. Көрші көріп қалмасын мені. Опа, мені көрмеймін, достар. Мынаны қараңдар. Ақырын барайын. Ақырын бару керек. Я достар. Так. Мен көршінің қылышын ұрлап кеттім. Қандай жақсы болды. Көршінің қылышын ұрлап кеткеніме қандай жақсы. Болды. Енді мен бақыттымын. Осы қылыш ең ретке қылыш деп естігенмін. Соғыста қалған. Енді бұл қылышты бұл сияқты тұрсын. Ешкімге тигізбеймін. Біреу тисе, өлтіріп тастайды. Достарына есіңіздер ме? Көзі бұрылап отыр. Кір кеттім, достар. Ешкім жоқ. Так, мына жарайды, мен кухняға барып тамақ ішейінші.
Достар, сен мынаны естісіңіздер ма? Көрші менің қылышымды ұрып алып кеткен екен. А мен оны білмеппін. Мә, ұятсыз десе ұятсыз көрші екен мынау. Бопты, жарайды қазір. Қылышымды на потом қалдырайын. Сен қазір не болсаң, көрші кетеді. Мен бірінші оның байлықтарын ұрып алып кетейін. Так, мына жақта, по-моему, көрші маған кеше мына жақта байлықтарым бар деп айтқан. Менің байлықтарым көп қой. Осы сияқты тығылып кетер. Ешкім ұрлап кетпесінші етімнен. Достар, байлықтары бар екен. Не бар екен? Ема, достар, маған қараңдар. Ұрлап кету керек. Көршінің сөзіне жауап береді. Алтындарды қараңдар, ема. Гаражыма келіп, машинамда. Мынау полиция білесіздер ма? Мынау мод әлемде 5 бар. Көрші осының 3-ін алып алған. Ема, байдың бай ғой не көрші. Міне алып алдық. Енді барып ақырындап. Есікті кім ашты? Көрші бір қоймаса болды, енді жарайды, басқа ана жаққа барып, мен өзімнің қылышымды ақырын барып алайын. Как раз есік ашып тұр екен. Так, ойнауым есіктің тұр, көрші үлкен ауыл. Міне көрші отыр екен как раз. Ойбай. Ақырын кетейік, ойбай. Менің балықтарым күшті ғой. Менің балықтарым күшті. Молодцы менің балықтарым. Жүзіп жүре беріңдер. Сен балықтарың сен сияқты болмайсың. Так, оқимын, мен кім? Достар, мынау мен қылышым ғой. Мынау мен әкемнен қалған реликвия ғой. Көресің, көрші. Мен бұны осы реликвиямен өлтіріп кетемін қазір. Давайте, достар, мен көршіге троллинг жасайын. Қазір мен ақырын троллинг жасайын. Так, бірінші мыналарды картинканы бұрайық. Көрші көрем екен мағынасын. Ақырын. Не жығылып отыр? Достар, ұрып жіберді көршіні. Ай. Мынау полкалар неғып жыбырлап кеткен? Көрші, Бекер мен сенің ұрланған мешінмін. Сен осы сөзіне жауап бересің, ұқтың ба? Жоқ, өтінем керек емес. Жауап бересің. Биге беру көрші. Жоқ. Сен енді анау көршіден кешірім сұрайсың ба? Иә, сұрайым. Тоқта көрші. Тоқта, қайдағы кетті мұнда биге? Шық деймін мен саған, мұнда кел. Мұнда тұр. Мұнда естіп тұр. Тұр деймін. Тұр деймін мен саған. Сен неғып мынау мешітті ұрладың? Мен просто ұрлағым келді. Сен өзіңнің ошибкаңды признавать етесің бе? Иә. Признавать еткен дұрыс, және де давай пока. Көрші кет бар. Жоқ. Міне. Достар, ағына кетті. Меші тірі кетті деп ойлады көрші. Сонымен осымен біздің видеоролигіміз аяқталған сияқты. Сіздермен болған інжу және ұрлықшымау шекпіз. Сыңғыр. Достар, сіздердің видео көргендеріңізге рахмет. Біз осы видеоға лайк, комментарий, подписка жасап кетіңіздер. Егер екінші часть қаласаңыздар. Давайте.